Сұмырай Путин Қазақстанға келеді екен. Жақсы болды. Мен Путиннің Қазақстанға келетініне қатты қуанып жатырмын. Мен өз басым сол Путин келетін болды дегенде қуанып кеттім, қатты қуанып кеттім. Неге дейсің ғой? Бұл Тоқаевтың бүкіл Еуропа, Америка алдындағы маскасын ашады. Тоқаевты соңғы кезде Еуропа мен Американың медиаларында Тоқаев мынау өзін қыспақ қалған Ресейден біртіндеп батысқа жақындағысы келетін деген бір образ қалыптасқан да. Сондай бір образды біртіндеп өздерінше қалыптастыра бастағанда, енді мына осыдан кейін жаңағы Тоқаевтың Путин келді деп, Путин келді, ойбай, Путин келіп жатыр екен деген болды, бітті. Тоқаев енді, Тоқаев па бітті ол. Анау дейді, Еуропа мен Америка түсінікті болды дейтін болды. Ал Тоқаевтың қылмысын міне мен осыдан бұрынғы 2 лекциямда ашып отырып көрсеттім. Көзәйнегімді сүртіп алайынша 1 минут. Сүртетін заты. Бұрын көзәйнек тақпағам ғой. Қартайдық, қайғы ойладық, ұйқы сергек деп абай атамыз айтқанда 44-45 жаста екен. Бізде сол қартайдық, қайғы ойладық. Міне көз әлсіреді. Телефон қарасақ, ана бір жазу 2 сызық болып қабатталып, қосарланып, паралленіп, бір тал таяқша бүйтіп қасында екеуі болып көрінетін болып. Соны тақтық міне. Бұл қысқасы Тоқаев сөйтіп батыстың алдында бір демократ болып, өзінше бір жайлы, жаңа Путиннан біраз мүмкіндігінше тырбынып батысқа жақындағысы келетін бір адам болып сөйтіп көрінгелі жатыр еді. Мынау Біріккен Ұлттар Ұйымында Қытайды жақтап дауыс берді Шыңжаң, Шығыс Түркістан мәселесі бойынша. Ол жерде 5 миллион қазақты түкіргенім бар. 5 миллион қазақ деді. Енді Тоқаев Қытайдың қазағына өш өсетіндей жөні бар енді. Назарбаев екеуінің. Енді чақшалекейін шығардық қой. Назарбаевтың да, Тоқаевтың да мысалы енді. Сөздің үшін олар бұрын тек Әбілязовтан осы жатса тұрса осы Әбілязовқа қарғыс айтатын олар. Назарбаевтың әулеті мен Тоқаев. Содан жаңа қалың итаршыларын алып Әбілязовқа қарсы айдап салатын. Сонда енді оның қасына кеп біз қосылдық міне. Бүкіл қазақ тілді аудиторияда Тоқаев пен Назарбаевтың өзін жұрағатын қылмысын ашып, басқан тұрған дәлелде бүкіл жасаған алаяқтықтарын күні бұрын мына сұмырай битпекші деп, енді қысқасы Тоқаев Қытайдың қазағын қайдан жақсы көрсін мысалы? Қайдан жақсы көрсін? Қазақ тілді аудиторияны көтеріп жібердік қой. $1 миллион беріп, айлық беріп отырған журналистер айдалада есек құсап аңырап қалды ғой. Міне, $1 миллион бағып отырған анау аталмыш өтірік фейк оппозициясы, фейк журналисті, жаңағы басыбайлы рұқсаты бар лицензионный маймылдарының бәрі далада қалды ғой аңырап. Енді сосын жек көреді енді. Бірақ бұл сұмырай туралы батыста міне мүмкін ақша беріп жаздырды, мүмкін батыстың да жаңағы небір көкме есек бастары бар ғой. Ойбай мынау Ресейден өстіп мүмкіндігінше алыстайын деп жатыр екен деп үміттенді. Енді оларға бәрібір Қазақстан Ресей жақ бола ма, батыс жақ бола ма сөйтіп жазып кеп қабет. Енді мына Біріккен Ұлттар Ұйымында Шығыс Түркістан, Шыңжаң мәселесінде міне алдыңғы 2 лекциям соған арнадым, бұл жолы қайталамайым. Тоқаев алды да Қытайды жақтап дауыс берді. Өз жердегі 5 миллион қазағыңа түкірдім деді міне. Қытай жаулап алған қазақ жері Іле Алтай Тарбағатайыңа қосып түкірдім деді. Міне сөйтіп Тоқаевтың бір бет пердесі Қытайшыл екендігі әлем алдында бір ашылды. Енді Путин келгел жатыр. Путин міне соғыс басталғалы шетелге аттап басалған жоқ. Путиннің досы кім? Иран, Солтүстік Корея. Сосын мына Тоқай-соқай өңкей Орта Азиядағы стампыстандар. Сол Орта Азияның стампыстандары Путиннің досы. Сұмырай. Путиннің досы кім? Қытай. Міне бүкіл дүние жүзіндегі мына адамзаттың жауы болған, екі қолы өз халқының қанына малынған Қытай,
екі қолы халқының қанына малынған Иран, екі қолы өз халқының қанына малынған Солтүстік Корей, мынау Қазақстан, екі қолы қазақтың қанына малынған, мына екі қолы Қарақалпақтың, Өзбектің қанына малынған Мирзаев. Міне ол осы кімнің? Осы міне Путиннің достары. Енді мына Путин аттап баса алмады шетелге. Бір мемлекеттің басшысының ұзақ жыл шетелге шықпай қалуы халықарада масқара. Сонымен ол Тоқаевқа айтты, ей, иди сюда деді. Сонымен бұл жаңағы бүйтіп шауып барды ғой, жаңағы не айтасыз Қожекем деп. Шауып барды, тілі арсалақтап, жаңа тілі салаң етіп шауып барды. Сен шақыр мені приглашать қыл деді. Сонымен жаңағы шақырды. Сонымен енді Путин арнайы шетелге шыққан болып Қазақстанға келеді екен. Бұл анығында Тоқаевтың бетпердесін ашты. Жақсы болды. Америка мен Еуропа, сен иттің баласы, сен сен бізді ақмақ көріп отырсың ба? Мен саған ақмақты көрсетейін деді. Бұл өте жақсы орай. Еуропа мен Американың алдында бұл сұмырайлардың бетпердесінің осылай ашылғаны түптің түбінде қазақ халқына пайдалы. Қазақ халқына пайдалы. Өте пайдалы болғалы тұр. Бұл бір. Енді мына шизофрен Путиннің шизофрендігі туралы біраз әңгіме айтып кеттік қой. Енді Киевті бомбалапты. Бұл таптазаны жеңілісті қабылдай алмау, зымырандарды ату. Мен енді кешегі Тайванға берген сұхбатымда айттым. Неғып Украинаға кеңістіктен қорғанатын ең озық еуропалық, америкалық жүйені бермейді. Украинға обал. Мысалы 41 деңе дей ма, 51 деңе зымыранды тосып қапты. Соның өзінде қанша зымыран Киевке түсті. Мына Ираннан зымырандар кетті. Иранның бәленбай зымыраны тосып қапты. Енді Киевті енді бомбалап жатыр. Киев енді біраз жеріне зымыран тиіп отырып. Украин соның өзінде біраз зымыран тосып қапты. Мен енді сан цифрын өздеріңіз интернеттен қарап аларсыздар. 40-50 ресейлік, жаңағы 9-дай ирандық дейді. Енді сонда Ираннан зымыран алғаннан кейін Ресейдің біткен жері осы ғой. Ираннан зымыран алыпты. Біткен жері осы ғой міне. Оны Украина әшкерелеп отыр. Сөйтіп ирандық зымырандарды тосып тастадық деп отыр. Бұл қысқасы Ресейдің әбден қару жарағының біткен жері осы. Шипасының біткен жері осы. Қазір Ресейде жалғыз ғана мүмкіндік қалды атом соғысы. Атомнан басқа ештеңе қалған жоқ. Енді жаңағы зымырандарының басына енді атом бомбы байлап жібермесе болды. Атом бомбы байлап жіберсе қиын болып тұр. Енді қазір Еуропа тағы да санкция саламыз, тағы да қатаң мәлімдеме жариялаймыз деді. Ал Америка тараптан енді Америка тарап ресми түрде Ресейге соңғы жаңа бетпе-бет келетін шайқасқа дайын екендіктерін жариялап отыр. Яғни Еуропа мен Америка Путиндің мына соңғы Киевті зымыранмен атқылағанына байланысты өте қатаң позицияға, өте қатаң мәмілеге келіп отыр. Бұл мәлім деңгейде Украина үшін де, басқалар үшін де жақсы деуге болады. Жақсы хабар деуге болады. Яғни Украинаның қазіргі өзінде бар еуропалық, америкалық зымыранды қорғаныс жүйесі емес, өзінің қорғаныс жүйесінің арқылы сол бәленбай орыстың зымыранын, 40-50 зымыранын, Иранның 9 зымыранын қағып түсірдік дегеннің өзі үлкен нәтиже білген адамға. Өте үлкен нәтиже. Ал енді Путин бүкіл әскери қамбасы тақыр таза болды. Оның өндіретін жаңа технологиялар да жоқ, жаңа зауыттар да жоқ. Әскерилердің өзі, кәсіби әскерилердің өзі өліп таусылды. Енді тіпті жарты жыл емес, бірнеше күн, бір апта жаттықтыра салып қару ұстағанда. Бір апта қару ұстағанда бір апта болған. Танкының не екенін көргеніне бір апта болған жаңағы жас азаматтарды алдыңғы шепке айдап жатыр дейді. Бір апта танкіде отырып соғысқа бару дегенің сұмдық қой. Қаруды AK-47-ні көргеніне бір апта болған. Тіпті 100 оқ атқызбаған. Ана бір орыстың әскері айтады дейді, мен атқан оғым 100-ге де жетпейді деген. Неге? Оқсырап. Оқтың өзін аяп отыр. Ана қаруды битесің, битіп атасың деген болды, бітті. Алдыңғы шепке айдап жатыр. Қысқасы Ресей қазір заттық жағынан қиналып тұр. Оның Қазақстанға келгендегі мақсаты да сол Қазақстанға баяғыда оның тәңкілерін, құдай біледі, біздің мына Назарбаевтық сұмырайлар
Құдай біледі, Ресейдің бір танкісін 10 миллион долларға сатып алған шығар. Өзінің нарықтағы бағасы 50 мың, 100 мың доллар, бірақ қазақтар 10 миллион долларға сатып алды ау. Назарбаевтың кезінде жаңа ақ болды, көк болды, ойбай, танкінің бағасы нарықта 50 мың екен, ақ болды, көк болды. Ана бентін ауыстырды, мына бентін битті, сырлады. Ана Павлов деген әулие мына бентін шыңытып берді. Андрей деген әулие ана шынжырын қатайтып берді. Сонымен общем 1 миллион доллар болды. Тасығанға 1 миллион кетті деп. Енді сол Назарбаевтың іріп шіріген жүйесі кезінде Ресейден сатып алған сол қалың ескі құсқы танкі-пәнкісін сол Путин қайтадан Тоқаевқа, товарищ Тоқай маған қайта бер деп, соны қысқасы бір бет өтірік қағазға қол қойып қойса, соны алғалы тұр. Енді Қазақстанның бүкіл әскери базасында бір бомба, бір қару, бір танкі қалмайды. Енді ана Арыстың, Тараздың қаладары баяғыда ел аман жұрттынышта мына Тоқаев өзі келгелі жолы болған жоқ. Қазақтың да жолы болған жоқ. Осы келгеннен Арыс жарылды. Бұл келе салып Тараз жақта тағы бірдеңе жарылды. Әйтеу қырғын болды ғой, Шымкент су басып кетті, Қызылорданы бірдеңе болды. Тоқай келгелі апаттан көз ашқан жоқ қой қазақ. Енді қазақта енді жарайын десе қамбада жаратында зат қалмай қалады ғой енді. Мына Путин соның бәрін тілмен жалағандай қып, сыпырып жиып Ресейге алып кетеді. Сонымен қазақтар отырасыңдар енді. Енді жау шапса қайтесіңдер, Қытай шапса қайтесіңдер, білмеймін енді. Ан жақтан сақалы бит деген ауғандар шауып келсе қайтесіңдер, білмеймін енді қазақтар. Түркиядан Бекболатты алдырасыңдар ма? Енді Бекболат келген жауды қарғап бетін кері қайтарам енді. Қарғап қайтарып бірден істемесе енді жоқ, енді жауға не істейсіңдер енді? Жауға шабатын әскерің де жоқ, қаруың да жоқ. Путин соңғы қаруыңды алып кетеді енді. Енді не істейсіңдер? Қалың домбырашын жинап алып, жау келгенде күй шертіп беріңдер, алдыңғы шепке апарып. Күй тыңдап ана, біз енді күй тыңдап бәлен ғасыр ұйықтап қалған қазақпыз ғой, дыңғыл десе жаңағы ұйықтаймыз. Келе жатқан жау да біздің күйімізді тыңдап, ой, жаңағы нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра екен деп, жаулардың өзі әсерленіп ұйықтап қала ма кім біледі. Енді сөйтіңдер қазақтар енді. Сенген басшыларың Тоқай енді. Басқа не амалдарың бар енді. Қару ұстайтын жігіттіңді жаңағы тыңқылдатып күй әнге беріп қойдыңдар енді. Қазақты өзі қару ұстап ел қорғайтын еркек қалды ма өзі? Бәрі билеп жаңағы. Ән айтып, ыңырсып, жаңағы ақ көк деп сөйтіп кетті ғой енді. Еркек қалды ма өзі қазақты өзі? Жақсы еркектің бәрін атып, қырып, соттап, өлтіріп, жалалап, ит жеккенге айдап, бітіріп болдық қой енді.